Қайырлы түн достар сіздерге. Қазір ғана той иесімен кездесіп келе жатырмын. Сонымен қызық болды. Той иесімен сөйлесіп далаға шығып машинама отырып жатсам, Бексұлтан мырза, сіз осындай арзан машинамен жүресіз бе дейді да, простой машинамен. Өзім біртүрлі болып қалдым. Сосын айттым, енді көлік ең басты жүріп тұр ғой дедім да, ойбай, сіз танымал болғаннан кейін біз қымбат машина шығар, джип мінетін шығар деп ойлап жүрміз ғой дейді да. Сонымен айттым, біріншіден мен танымал емеспін дедім. Мен қарапайым адаммын өздеріңіз сияқты. Екіншіден, мен үшін көліктің қатты қымбаттылығы маңызды емес дедім. Үшіншіден, ол дүние дедім да, дүние деген қолдың кірі. Так что маған осы машина болады, тем более қазір анама үй салып жатырмын. Сол үйді бітіргеннен кейін Құдай қаласа қымбат көлік ала жатармыз. Енді оны да уақыт келеді, әр нәрсе өзінің сәтімен ғой, сабақ тиген сәтімен дейді қазақ. Қазір енді білмеймін, енді бар ғой, қазіргі заманда, қазіргі қоғамда адамды көлігіне қарап, киген киіміне қарап, ұстаған телефонына қарап бағалайтын уақытқа жетіппіз уже. Қазақтың дұшпан аяққа қарайды деген сөзі бекер айтылмаған ғой негізі. Бір өлең жолдар бар, мен өзім постоянно тыңдаймын. Астыңа не мінсең де табытың ақыр көлік дейді да. Ең соңғы көлігің бәрібір табыт қой дейді. Сол үшін мен үшін жалпы басқасын білмеймін, өзім үшін жауап берейін. Мен үшін қандай көлік мінгенім маңызды емес. Және мен танымал емес, мен өздеріңіз сияқты қарапайым қазақтың баласымын. Енді телевизорда, телевидениеде Қосылай бағдарламасында қатысушы болдым. Сол жерден көп кісілер таниды былай адам ретінде. Бірақ мен ондай бір танымал жұлдыз болмаса ойбай бір не емеспін. Менің тәрбием сондай, мен қарапайым отбасына дүниеге келгем, мен қарапайым ата-ана тәрбиелеген, қарапайым ауылда өскем. Сол себепті мен үшін бірінші орында қарапайымдылық. Мен кез келген ортада қай жерде жүрсем де өзімді қарапайым ұстауға тырысамын. Өйткені өзіңді басқалардан жоғары ұстау ол тәкаппарлықтың белгісі. Ал тәкаппарлық ол ібіліске тән нәрсе. Сол себепті мен ойлаймын, адамды көлігіне қарап, телефонына қарап, басқа бір телефонына қарап, басқа бір дүниесіне, үйіне қарап бағалайтын нәрсе емес. Адамды жүрегіндегі иманына, адамгершілігіне, жалпы адамға деген қарым-қатынасына қарап бағалаған дұрыс сияқты меніңше. Ал енді көлік, дүние, үй, ақша, тағысын тағылар бола беретін нәрсе ғой. Сондықтан да бір-бірімізді адам ретінде бағалай үйренейік. Қалған нәрсенің барлығы болады достар. Ассалаумағалейкум. Енді бір іштегі жан айқай ғой. Жалпы менің ойым солай, сіздер қалай ойлайсыздар? Қыздарым келген болатын, келгеніне бір 10 күндей уақыт болды. Келгелі бір папа клубника в шоколаде жегім келіп жүр деп екі қызымда сұраған. Сол қыздарым үшін арнайы өздеріңіз білесіздер, Меруерт деген қарындасым бар. Сол қарындасымнан осындай керемет клубника в шоколадеға заказ бердім. Упаковкасын өзін қараңыздар. Клубникалар үлкен-үлкен, кәдімгідей шоколадтарының дәмін айта алмаймын енді. Мәкеміз шопинг жасап жүрміз. Аралап магазин жабылайын деп жатқанда келгеніміз қалай болды? Негізі бота келу керек болған ғой, бота кешігіп тура жабылайын деп жатқан кезде келіп отыр. А мен негізі үйден шықпаймын деген адам, уже біраз киімдер алып алдым, ертерек келіп таксимен шыға салдым, бүгін машинамның майын ауыстырған жоқпын ғой. Күшті бір пиджак алып жатырмын мына жақта. Көрсетем. Тағы мына жақта киімдер алдым. Девушка! Центрға алып келдім. Масласын нужно поменять. Еще ана сигнал алдында бір адам қатты алдыма келіп тұрған кезде сигнал басқан болған. Сөйтіп, короче, машинамның сигналы істемей қалған. И каждый раз біздің үйге кіретін кезде тауда охрана тұрады да. И түнде мен кеш келген кезде олар ұйықтап қалады, иногда көрмей қалады да. И анан басайын десем, сигналым басылмайды да. И пип-пип деп айқайлаймын ғой. Соның несін, сигнализациясын көру керек. Антифризм тексертейін деп тұрмын. Теперь мы ногами пойдем до дома? Да, дома ногами пойдем. Пешком. Давай такси закажем. Ой, бай, ты что, на автобусе поедем домой? На автобусе? Да. Үйге қарай такси заказ беріп кету керек болып тұр. Самый опасный дорожный транспорт это автобус. Кто тебе сказал? Кенже апамен каждый раз автобуспен барамыз ғой. Кенже апа же экономная. Мамалар сондай болады. Жұмыс бойынша тағы кешке кездессем ба деп ойлап тұрған едім. Көрем, короче. Бүгін достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін керемет көңіл күймен қалаға шығып жатырмыз. Негізі бізге Гресстен қалаға шығудың өзі бір күш па деп қоямшы. Таң атпастан вроде күнде шығып жүрген кездерде білінбейтін бе еді. Қазір бүгін вроде ерте ояндым. Соның өзінде жиналып шыққанша түскі сағат 2 болды. Вот. И бірақ мен соңғы кездерде молодец болып жүрмін. 2 күн болды соңғы кезде болғанда. Режим сақтап, түнде ерте ұйықтап қалып, ерте оянып, зарядкамды жасап, в общем, сонда енді 10 мың шақ қоссам, вообще умница болайын деп тұрмын.
Солай, и кстати, жаңалықтардан бұйырса анамның туған күні келе жатыр. Осы 1-2 күндіктерде. Вот. Сондай, короче. Енді осындай бай болған қандай күшті. Бай адамдарға комплимент көп айтамын мен. В общем, достар, тағы мен зарплатам. Жан-жақтан зарплат аламын. Не істейсіздер осында? Бізден көп алады бірақ. Ойбай, наоборот, негізі. Рахмет, міне осындай нәпақамыз, Аллаға шүкір. Достар, бүгіннен бастап мен сіздерге запрет қоям. Қандай запрет десеңіздер, мені вообще бұдан болай томпақ қыз, почка, томпашка деп айтпаңдар. Вообще болды. Осы жерде қойыңдар. Потому что әр айтылған сөз адамға тиеді екенше. Ол бір менің намысыма тиген емес. Бірақ сендер каждый раз мен почка, томпақ деп айта берген сайын мен арықтамай жатырмын. Вообще арықтамай жатырмын. Наоборот, семіріп жатырмын қазір бар ғой. Сендер сөйтіп айта берсіңдер, мен бір күні 100 килограмм болып кетем. Шынымен күлмеңдер, күлмеш досым. Вот мен уже жететін жеріне жетті бар ғой. Оказывается, сол рас екен. Мысалға бұрында бай бол деп ұрсатын ғой. Сол сияқты арық бол, арық қыз, 50 килограмм қыз деп айтындар, мен түсіндер ма? Сонда мен арықтап кететін сияқтымын. Сендер кінәлісіңдер мен арықтамай жүрген.